Баршаңызға сәлем достар. Қазір біз осындай көйлекті жинайтын боламыз. Жиналу жолы өте оңай. Бұндай көйлекті шығару үшін сізде фотобумага глянцевая 3 парақ кетеді, А4 форматында. Мына жерде фотобумага глянцевая 260 грамм. 240-тан бастап до 300 граммға дейін шығарсаңыздар болады. Егер сіз без фото керек болатын болса, жаңағы бірінші сторонасын 2 рет распечаткадан шығарасыз. Ал егер с фотомен, біреусі без фото керек болса, біреусін с фото, екіншісін без фото шығарасыздар. Енді ақ сызықтарын бәрін кесемін. Мына жерде сразу беговкасын жасап жатырмын. Беговка не үшін? Чтобы шаблонымыз күшті майысу үшін. Мен канцелярский ножбен жасаймын, беговканы қатты баспай. Сол кезде қағаз жыртылмайды. Міне, осылай беговкадан кейін қағазыңыз оңай майысады. Одан кейін қараңыздар, мына жерде бакасын собирать етіп жатырмын. Мына жерде артық жерлерін кесеміз. Одан кейін, қазір қараңыз, қазір беговкасын жасап болғаннан кейін өзіңіз көресіз, что шаблон жақсы майысады. Главное, қағазды сезу керек, оны қатты баспаңыз. Міне, беговкадан кейін жақсы майысады. Екінші шетінде дәл солай біз не істейміз? Қиып аламыз. Одан кейін мен двухсторонний скотч жабыстырып жатырмын. Двухсторонний скотч или клеймен жасасаңыз болады. Одан кейін ақ слойын алып тастаймын, липкий слой қалады. Двухсторонний скотчмен де үлкендеу, сол үшін бүйтіп жауып жатырмын. Енді қараңыз, мынаны қазір паровозик сияқты жинаймыз барлығын. Бірінші бакасын қоямыз. Міне. Мен барлығына уже двухсторонний скотч жабыстырып дайындап қойдым. Міне, крылышки шеттеріне ғана жабыстырасыздар двухсторонний скотчты. Осылай. Одан кейін мына жаққа жабыстырамыз. Міне. Двухсторонний скотч немесе клеймен жабыстырсаңыз болады. Міне, осындай паровозик шығу керек, қараңыз сізде. Дәл осылай тұру керек. Сосын мынаны былай жинаймыз. Былай жабыстырсаңыз болады. Жабыстырып болғаннан кейін уже коробочкамыз почти дайын. Енді қараңыз, астын жабыстыратын боламыз қазір. Жоғарғы жағын соңында. Қазір астын былай түсіреміз. Міне осылай. Екі крылышкасын түсіресіз, осылай жаба саласыз. Ішкі жағына двухсторонний скотч жағасыз. Ішкі жағына жағасыз двухсторонний скотчты. Одан кейін былай жабасыз. Міне осылай болу керек. Одан кейін мына ішіндегі екі крылышканы осылай қала береді. Міне осылай тұру керек сізде. Ішке жіберсеңіз де болады, но осылай қойған әдемірек, барлығы жабық тұрады. Одан кейін мына шетін былай қайырамыз. Қайырып болғаннан кейін бір-біріне былай сәйкестендіреміз. Одан кейін бізге дыроколды алып, екі шетін қиып аласыз. Тесік жасайсыз дыроколмен. Одан кейін лентаны өткізіп, осылай байлай саламыз. Бұл шаблонды сіздер Бомбон деген каналдан алсаңыздар болады. Өте әдемі, яркий шаблондар.